Тараз аэропортынан сөйтіп осындай есім алсаңыз болады. И мына жақтан қай қалаға барғыңыз келеді, соның автобусға тоже осы жерден билет сатып алсаңыздар болады. Автобус каждый жарты сағат сайын жүріп отырады. И адам басына 25 ларидан. Короче, біз автобустамыз. Банан қара. Қандай машина мынау? Нендей машина мынау? Что это за марка? Танымадым. Мынау қандай дейді? Мынау ана корытаның қасында тұрған не деген керемет көк машина ма? Ох, шіркін ай. Мына жерде вообще легендарочка стоит. Легенда. Батумиде қолда 25 лари бар. Есіміздегі шығып барадым. Жаңа аэропорттан көт болып алмай кетіп едік. Ал енді іздейміз. Мына жақта таң енді атып жатыр. Не айтам, Грузия туралы не айтам. Сол, короче, Грузияда бұйыртса 3 күн боламыз. Машиналар көбісі Toyota. Мына BMW-ны қараңдар. Казино екен ғой мыналар. Тілің келмейді. Қандай машина мынау? Тілің келмейтін машиналар ғой мынау. Нендей машина? Қандай машина? Что за машина? Қандай машиналар мыналар, ойбай-ау. Мананы қарасай, қандай керемет машина. Осы жақтан қыз есім табылып қалу керек. Батуми не сияқты бір Қазақстанның Қапшағай сияқты. Мынандай нелер, казинолар, короче, отельдер, мына жақта теңіз. Қапшағай тоже сондай ғой. Берістің қасына қандай машина қойып қойған? Это что за зверь? Это что за зверь? Тойып отыр ма? Иу! Біз тұрған жер, қара теңіз. Мен анандай жерлер біздің отель. Бақ кіру құны адам басына 20 ларидан. 20 лари қанша теңге? 4.000 теңгеден. 3800 ба, 4 содай. Көрек ішінде. Ағаш пен чөп көруге 4.000 теңге төледім.
әзілдеп айтам. Табиғатты көрудің өз керемет естелік емес па? Ухей, мынау қара теңіз. Бақ сияқты болып тұр, ше, орман болып тұр мына жақта. Короче, мынау калифорнийский секвой. Мыналар биіктігі 35 метрден асады кейбіреуі. Тағы да көптеген аяқта нелер бар? Камелий, цитрусовый плантация деген. Сосын мына жақта редкий, әлемде аз кездесетін экзотикалық ағаштар тоже бар. Бірақ маған қызық емес десе. Мына бақ 9 зонаға бөлінген. И әр зонада неше түрлі өсімдіктер, ағаштар, гүлдер дегендер өседі. Вот. Махаббат болып отыр мына жақта. Қазір мынаның төбесінен зиплайн соған кетіп бара жатырмыз. Доктор наук человек был. Надо зиплайн. Отыру 70 лари. Біздің ақшамен 13-14 мың теңге болады. Гигант ағаштың аты Платан кленолистный дейді. Өте биік. Мынау мандарин ба, апельсин ба? Горит брынжип. Как на вкус. Стояк орна. Че это такое? Мандарин. Сәл тұру керек екен, короче. Қылдау ма? Мына жер сәл қорқыныштылау ма? Ішінде біреу бар ма екен? Бақтың жер аумағы 110 гектар болғандықтан осындай нелер орнатып қойған, табличкалар. Адасып кетпеу үшін. Тек мандариннің дәмі аузымнан кетпей жатыр қышқылы. Ethnographic corner. A two-story house typical of the mountains or terrain taking into деп бір ағылшынша түсінетін адам сияқты оқып кетсең.
Ağalarım reaksiyasını görüp otur. وإطار كمان. اول قطعه لما كنت بتحط الشيء كله عيد אני זה אופן, הנה, אתה הנה. بده اياك זה אנשים גדול ריאקציה. سيم جدول رياكشن سكر رياكشن حص سيب لي هيك ايه تعالي بدي قبل عم بدي تستكلوا صوروا Грузиндар мен Арабтың арасын Арабтар ой тусов тустурай. Алар Арабтар, алар грузиндар. Kuş sınası batır o göreç. Al kettik. Ver. هيك عم يعملوا اصابع قدام ايه عرس 3, 4, 5, 6, 7, وحده 8, in one hand o ağam bir kolun jasan. look Kattık. איפה פאזל זה? Bro думает, что он вредите. O ağam. Kanka sen de otur. واحد 2, 3, 4, نزل 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sana ben yapayım çok. Sasha kaldırmış. 50 لازم تعمل 30 ايوه كل الاحترام. مين في يعمل مثل رامسي Ağam center внимание böyle. من مركز صدور يلا يا ابو Bana da koymayın deyip. Korsatkan önlerinde. Palvan. Çap. واحد ايوه זה הרבה כאילו אתה. 40 كيلو هيز هان 500 طن 14 وشوي Макс примерно спортик по вот. Бокс қатысыңдар деп айтып отыр. Бұның бәрі істеп отқандар. 5 بس اعمل 5 وانقص كانك عامل 50 يا جند يا جند. يلا Hiç bunu. Ay karış. Tere geldi. يا شيخ Kemik kesi vardı. برافو ابو حيدان كل الاحترام. نهاركم سعيد. رمزي رجال You have YouTube channel? Yeah. What's your name? I can наверное, екі пацан, короче. Мен YouTube каналымда алып кет. Өзіміз көреміз деп.
Мына жақта көбінесе қандай еттер подозрительный болғандықтан осындай халал жер іздейді. Так, хачапури. Али мен Нино ма, Нуно ма? Сол жаққа бара жатқан жайымыз бар ағайын. Мына жер Грузияның European Square ма, короче, типа Times Square сияқты стилінде жасалған. Ресторандар, ескерткіштер, өте керемет. Әпшем қолына бірдеңе ұстап алды. Артындағы статуя бұл жерде бір, короче, әйелі, короче, бір кісіге қойдың алтын жынын алуға көмектескен ғой, короче. Ол алтын деген байлық, береке деген мағынада екен. Типа Европа мен Грузияны жалғайтын бір тағы бір мәдени осындай ескерткіштердің бірі. Ана бүйте қолына алтын не ұстап тұр, қойдың терісін ұстап тұр. Солай, короче. Мына жерде өзбекский ресторан. Ішінде Қайрат Нұртастың әні қосылып тұр. Мынау не? Times Square ма? Мынау не? Не анау? Анау не? Сағат екен анау. Мына жақта бір еркек қолына айыр ұстап алыпты. Мынаның биіктігі 110 метр екен. Бәрекелді. Бұлтпен, короче. Мынаның 8-ден 1 бөлігі ғана. Жағаласып қалыңдар. 8-ден 1 бөлігі. Мынаның биіктігі 110. Мына ғимараттың биіктігі 110 метр екен. Мұнда бачкалар сықырып тұр. Фонтандар билеп тұру керек еді. Билеп жату керек еді негізі. Что-то билемей жатыр. Шаршап қалған ғой. Вау. Қара теңіздің жағалауы. Бар жатыр. мыңдай 400 мыңдай халық тұрады екен. Өзінің жергілікті. Мына шеттен келген орыстар, Россия. Олар мені 200 мың, сонда общий халық саны 500 мың. Өте кішкентай қала. И таксилар арзан. Кеше бір такси шақырсақ, қазақ кісі келіп тұр. Ол кісіден не үшін такси арзан деп сұрасақ, қала өте кішкентай, арғы басынан бергі басынан шығу жаңағыдай тез болғандықтан такси құны да сондай арзан дейді.
халық саны аса бір қатты көп емес, 4 миллион. Соның 20% мұсылмандар екен. Батумиге келгелі бері бірақ мешіт көрдім, пока что. Қазір сол мешіттің ішін барлығын түсіріп көреміз. Қалай болады екен. Мешіт осы болу керек негізі. Мешітте Түркия отыр ғой, түркше жазып қойған. Мына жақта отырған кісілер барлығы түркше сөйлеп отыр. Туалетіне түркше жазып қойған. Бисмилля. Ассаламу алейкум. Грузияда көп кісілер біледі ғой. Осы жақтан машина алып келіп сатады, арзан. И сол кеше кісінің айтуы бойынша бізде гаилер көп тоқтатпайды дейді. И пара вообще алу ондай нелер жоқ дейді. Бәрекелді, анеке ерегісіп қалды. Өз басым көрмедім дейді да, ол кісі айтады. Енді білмейміз ғой, бірақ ол кісі айтады, 2 ай болды осы жерде жүрдім. Ондай ешқандай қылықтарын байқамадым дейді. И бұл жақта штрафтың мөлшері 2 нарушение істеген. Бір рет қызылға өткен, полосан басып өтіп кеткен. Соған бар жоғы екеуіне 3500 дей ма? Сондай. Біздің теңгемен шаққанда 3500 теңге штраф кеп тұр дейді.